ұлттар ұйымы күні БО Бас Ассамблеясының 2-ші сессиясының шешімімен 1948 жылдан бастап жыл сайын 24 қазанда атап өтіледі. Себебі бұл күні 1945 жылы БО жарғысы күшіне енді. Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау, нығайту және мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты дамыту мақсатында құрылған халықаралық ұйым. Біріккен ұлттар ұйымы бүкіл адамзат алдында тұрған мәселелерді шешу орталығы болып табылады. Бұл шараларды БО жүйесін құрайтын 30-дан астам ұйымдар бірлесіп жүзеге асырады. Олар күн сайын адам құқығын қорғау, қоршаған ортаны қорғау, аурумен күресу және кедейшілікті азайту бағытында жұмыс істейді. Біріккен ұлттар ұйымы күнін біздің The Children's House атты халықаралық балабақшамыз да атап өтуді жөн көрді. Осы орайда балабақшадағы әр бала мүмкіндігінше өз ұлттық тағамын алып келуге және ұлттық киімін киіп келулеріне ұсыныс тасталды. Соған біз еліміздің атын ұятқа қалдырмай және қызымыз топтарындағы көп ұлтты балалармен бірге өзінің елін таныстыруы үшін біз ата-ана ретінде өз септігімізді былайша тигіздік. Бүгін дүйсенбі күн. Осы алдағы бейсенбі күнге кіші қызымызға балабақшада біріккен ұлттар күніне байланысты бір ұлттық тағам алып кел деген екен. Соған мынандай коттедж чиз дейді, жаңағы ірімшіктің бір түрі. Біздің ірімшіктерге ұқсас, бірақ тұз қосып жатырмын аздап. Содан сол құрт жасаймын бұйырса. Сосын біздің бауырсақ жасап, соны дейін салып жіберем. Әзірше сол бұлай дәмі тұщы, соған аздап тұз қосып жатырмын. Кәдімгі тұз. Міне құрттарды жасап, шағын ғана домалақ қылтып істедім, себебі бұны балдар жейді. Сондықтан қатты үлкен емес, дөңгелек формада істедім. Пішінде қазір енді бетін жайлап жауып қоям. Бір неде мына матаны аздап көтеріңкіреп, енді кебу керек қой бізге. 4-ші оқуға дейін кебу керек, сондықтан енді жақсы шығады деген ойдамын. Эльмира апайым деген Хантөренің мамасы, мүмкін қолы шебер өте танысым бір. Осындай құрт жасауға ұлттық тағамдарды күшті жасайды ол кісі. Мүмкін бір ақылыңызды айтып берерсіз. Бірақ енді қолда бар жаңағы дүниелермен істеп жатырмын ғой. Сондықтан қазір ондай марлем де жоқ қолымда. Осындай орамалға істеп жатырмын. Бітірдім міне, барлығын істеп. Жабысып қалмас үшін мынандай бір қолдан мынау дейтін әлгі пісіретін решеткамыз ғой. Сол енді қазір бетін жауып түнгіге, ертең күндіз. Бірақ осылай да кебу керек негізі. Ауа бар арасына. Бұрын дейтін осылай жасап жүретін еді кішкентайымызда құрттарды. Осылай енді шаң қонбаса болды, сосын түнгіге бетіне пісіміне келтіріп дегендей. Осылай құртымыз дайын болады бұйырса.
бауырсақтың түрінен жасадым. Шелпек түрі, сосын дөңгелек бауырсақ, ромб пішіндес, сосын мынандай тіштірмен бауырсақтан. Кішкене сол нанымыздың түрлі пішінде болатындығын шетелдіктерге таныту мақсатында қазір мына алюминий жауып ысылай алып барамыз балабақшаға. Осындай әдемі. Құртым да дайын болды. Алдында дүйсенбіден дайындалған кішкене сары түске боялды. Бұны деген мынандай өзіміздің жалауымыз түстес ыдысқа салып, апарып сол балдарға ауыз тигізейін. Қыз дегенде халық бар, дер кезінде олып қал. Қызғылығы бозықтау, ерке және қырсықтау. Қыз дегенде халық бар, дер кезінде олып қал. Қызғылығы бозықтау, ерке және қырсықтау. Айналайын тәттім, сені күтіп, сені іздеп, мен таптым. Сөніп қалған сезімнің отын өзің келіп алаулатып жақтың. Қыз дегенде халық бар, дер кезінде олып қал. Қызғылығы бозықтау, ерке және қырсықтау. Қыз дегенде халық бар, дер кезінде олып қал. Қызғылығы бозықтау, ерке және қырсықтау. Қылықтың жібін жалғап үміттің, жүрек сені күтті шын, ұзақ күткен үмітім.